Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтановтың Күй аңызы әңгімесіндегі күйдің құдіреті және тарихы. Сабағымыздың оқу мақсаты заманауилығы мен жаңашылдығы, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Ән мен күй арқылы халықтың ойын сезінеміз, арманын ұғамыз, келешекке көз тастаған үмітін танимыз деп ғалым Ілияс Омаров айтқандай, қазақ халқы қашанда ән мен күйін баға жетпес қымбат байлығы, асыл қазынасы, мұрасы санаған. Бүгінгі сабағымызда Күй аңызы әңгімесінің шығу тарихына тоқталамыз. Шығарманың мазмұнымен таныспыз. Әңгіменің негізгі тақырыбы өнер құдіреті. Ендеше өнер, соның ішінде күй өнері, тарихы туралы жалпы мәліметке назар салайық. Күй аңыздары қазақ мәдениетінің бастауларымен сабақтасып жатқан бір тұтас рухани құбылыс. Аңыздардың түп тамырына назар аударғанда, олар халықтың рухани әлемінде айрықша орны бар, ғасырлар қойнауынан бастау алатын дәстүрлі мұра екендігін аңғаруға болады. Оған Қорқыт атадан бастап, бүгінгі күнге дейін үзілмей келе жатқан күй өнері, олардың шығу тарихына байланысты ауыздан ауызға тарап, кейінгі ұрпаққа жеткен аңыздар айқын дәлел бола алады. Күй аңыздарда халықтығымен қоса синкретті сипатымен де ерекшеленеді. Бұл арада күй мен күйшінің, күй мен аңыздың, күй тарихы мен оның айтушыларының және күйді орындаушылардың арасындағы ажырағысыз байланыстың барлығын әрдайым есте ұстаған абзал. Осы жанрды арнайы түрде зерттеген профессор Сейдімбек күй аңыздарының пайда болу тарихын 5 кезеңге бөліп қарастырады. Алғашқы кезең жыл санауымызға дейінгі 8-5 ғасырлардан біздің заманымызға дейінгі аралықты қамтиды. Бұлар ислам дініне дейінгі қиял ғажайып тақырыптарға, атап айтқанда жаугершілік кезеңдердегі жорық сарындары, атақты қолбасшылар, парасатты арулар, қанатты пырақтар, киелі жануарлар туралы күйлердің аңыздары. Мысалға, қос мүйізді ескендір, көктөбет, көкбөрі, аққу, сарын тағы басқаларын атап айтуға болады. Екінші, Оғыз Қыпшақ кезеңіндегі 6-11 ғасырлар. Қорқыт ата сарындарына қатысты сондай-ақ Абыз толғауы, Саймақтың Сарыөзені, Балжыңгер сияқты күйлерге байланысты аңыздар. Үшінші, Ноғайлы кезеңіндегі 12-17 ғасырлар күй аңыздары. Бұлардың қатарына Жошы ханның жортуылы, Әмір Ақсақ, Қамбар күйі, сонымен бірге Кетбұғаның Ақсақ құлан, Асан қайғының ел айрылған, Қазтуғанның сағыныш сынды күйлері туралы ел аңыздары жатады. Төртінші топта Жоңғар 17-18 ғасырлар тарихи деректілігі басым, Қаратаудың шертпесі, Абылай ханның майда қоңыры, Қалмақ биі, Қалмақтың қара жорғасы тағы басқа күйлерге байланысты аңыздар қарастырылған. Бесінші, 18-19 ғасырлар мен 20 ғасырдың басында дүниеге келген халыққа танымал, авторлары белгілі шығармалардың шығу тарихына қатысты аңыздар. Бұл туындылар көлемі тұрғысында да, көркемдік сипаты жағынан да маңызды болып табылады. Оқушылар, сіздер алдыңғы сабақта күйді тыңдадыңыздар. Осы нар үйдірген күйінің жарыққа шығуына негіз болған жануар түйе, соның ішінде нар түйе. Түйеге қатысты тағы не білеміз? Түйе қандай жануар? Оның 2 түрі бар. Қос өркешті және бір өркешті түйе. Ал атауларына тоқталатын болсақ, нар, іңген, аруана, бота, бура,
майя деп жас ерекшелігіне байланысты аталады екен. Нар түйелер шөлге де, қатты аязға да төзімді, мықты, күшті көлік жануары. Бұл тура мағынада. Осыған қатысты қазақта ауыспалы мағынада қиындықты көтере білетін, айналасына қамқор бола алатын аптал азаматтарды, бір нардың жүгін көтерген нардай, нар тұлғалы деген мықты теңеулер бар. Күй құдіреті жануар екеш жануарға да әсер етті. Ботасы өлген бозінгеннің тарамыс болған терісіне жан беріп, бойына қан жүгіртіп, суалған желінін сүтке толтырғаны күй өнерінің құдіреттілігін айқындайды. Нар идірген күйі осылай туыпты деген аңыз бар. Жазушының күй туралы, күйші туралы осыншама тебірене жазған әңгімесіндегі нар идірген күйі қазақ өнерінің қоржынына қосылды. Халықтық асыл мұрамыз боп қалды. Жіті оқып мәтінді сөзбен сурет салмақпын, бір іліктің ізімен кейіпкерді таппақпын. Алдарыңызда бір ілік әдісі. Оқушылар, сіздерге бірнеше суреттер топтамасы берілген. Осы суреттер арқылы шығарманың кейіпкерлерін ажыратамыз. Үкілі тақия. Бұл кейіпкеріміз 16 жасар бойжеткен жаңыл. Мәсі. Бұл кейіпкеріміз боздаған нар иесі жаңылдың әкесі. Салт аттылар. Әрине, қос күйші Естеміспен Оразымбет болады. Қарт жоқшылыққа төзе білген, қиындыққа мойымаған жан. Көпті көрген, қонақжай, есті кісі. Ал жаңыл болса жігерлі жан, өз бақытын табуда өжеттік таныта білді. Сонымен қатар ибалы. Естемес. Жасы егде тартса да жанұя құруды ойлайды. Түсінігі мол, Оразымбетке жолын берген қамқор жан. Оразымбет. Өнерді сүйетін тәрбиелі шәкірт, өте ұғымтал, үлкенді құрмет тұтады. Ілік арқылы шығарма кейіпкерлерін тапқан болсақ, келесі кестеге назар аударайық. Алдарыңызда әңгімеден үзінділер берілген. Осы үзінділер арқылы кейіпкерлерге, олардың сөздеріне талдау жасаңыздар. Бірінші тапсырма. Үзіндідегі қай кейіпкердің сөзі екенін нақтылау. Екінші тапсырма. Үзінді мазмұнындағы сөздердің айырмашылығы мен ұқсастығы қандай? Үшінші тапсырма. Менің пікірім бөліміне өз ойларыңызды немесе ұсыныстарыңызды жазасыздар. Кері байланыс. Рефлексивті нысанаға өз ойларыңызды жазыңыздар. Алдарыңызда мен үшін жаңалық болды, маған ұнағаны, дегенмен сұрағым бар, және түртіп алдым айдарлары берілген. Осы тұрғыда өз әсерлеріңізді білдіресіздер.